Баршаға ассаламу алейкум, сіздер менен Ықылас Аралбаев. Хоп, сабақларымызды давам етіреміз. Бүгін сіздер менен string һәм оның методлары hakkında танысамыз. Яғни string зат екенін баста түсіндіріп өттім. Яғни өзіміздің қандайдыр ұзақ сөздер болуы мүмкін, яғни қандай адамдардың аттары болуы мүмкін. Құласы қандайдыр апостроф болмаса қостанақлардың ішіне алып жазылған әрқандай сөздер string болып есептелінеді бізде. Яғни сол кезде түсіндіріп өттім сіздерге. String зат екенін білесіз. Хоп, бүгін сол stringнан пайдалану үшін жеңілдестірілген бізге берілген методлар hakkında сөйлесіп өтеміз. Яғни стрингладан бізде қандай қылып әртүрлі жолдарда пайдалануымыз мүмкін. Хоп, одан алдын өзіміздің кешегі сабақларда есіңізде болса, body тегінің астына script тегін жазу арқылы, яғни internal типпені JavaScript кодымыз жазып жатыр едік. Енді бізге керек сырттан файл ашу. Яғни бұның үшін өзіміз тұрған файлдан less деген папкамыз бар. Сол папканың ішінен қалеген атамаменен мысал үшін main.js деген файл ашамын. Яғни бұл жердегі main дегені өткен сапар айтқандай бұған қалеген нәрсе жаза бересіз. Қалесеңіз кластап қоюыңыз мүмкін, қалесеңіз тағы бір істеп қоюыңыз мүмкін. Ол ешқандай фарқы жоқ. Ең главный нәрсе бұл жердегі .js extension, яғни кеңейтпесі, JavaScript кеңейтпесі қалу керек бізде. Сосын main.js файлын ашамын мен. Енді оны өзіміздің HTML файлымызбен байланыстыруымыз керек, жалғауымыз керек. CSS-ті білетін болсаңыз, тап соңғы ұқсаған нәрсе просто бізде өткен сабақтағыдай скрипт тегі ашылады. Һәм оның ішіне контент сипатында еш нәрсе жазылмайды. Opening тегінің ішіне src һәм өзіміздің main.js файлымыздың адресі беріледі. Вот. Сонымен біздің JavaScript файлымыз сыртқы файлдан ішкі өзіміздің HTML файлымызға жалғанады. Хоп, мысал үшін берге hello world қояқ. Һәм өзіміздің live серверімізді ашып алайық. Хоп, некей файлымыз ашылды. Бұны бұяқа қоямыз. Хоп, енді өзіміздің string бойынша методларымызбен танысып бастаймыз. Хоп, онда сабағымызды бастаймыз. Мен сізге қолайлы болу үшін экранның ярына VS кодты, қалған ярына браузерімізді ашып қойдым. Һәм бізге керек болады өзіміздің консолымыз. Сол үшін консол деген үлкен көріністе деп ашып қойдым. Енді бұл бетте өзіміздің JavaScript файлымызды HTML-ге жалғап болғаннан кейін JavaScript файл бетімізде бүгінгі өтіміз керек болған stringнің методларын жазып шықтым. Хоп. Онда бір шеттен бастай берсек болады. Яғни string бұл кешіріп айтқандай мынандай көріністе болады. Егер де ол мынандай болатын болса, бұл number, ал true болмаса false болатын болса, не қылдай бердік? Өзіміздің boolean форматтағы дата болатын еді. Яғни boolean форматтағы дата білесіз екі түрлі мәністі өз ішіне алады. Енді stringге қайтамыз. Хоп, бүгін сол string бойынша методларды өтіп шығамыз. Бірінші болып өзіміздің length. Length бізде метод емес, property болып есептелінеді. Соның үшін сәл әтуарлы болып қойын. Хоп, length. Length көрсету үшін таза өзгеруші ашаман. Яғни қазір length property-сін біздер қолданамыз. Қолдану жараянында оның мәнісін тағы бір контейнерге, яғни контейнер деген өзгеруші. Кеше сабақта айттым. Тағы бір контейнерге сап қойым керек болады. Соның үшін таза өзгеруші ашамын. Мысалы үшін let. Мысалы үшін енді бізде length деп өзгеруші аша алмаймыз. Неге десең, бұл уже JavaScript-тің өзі білетұғын қандай кілт сөзі болып тұрады. Соның үшін басқаша аттағы өзгеруші яратуымыз керек. Мысалы үшін name length тең дейміз. Name дейміз. Name. Яғни бұл name қаяқтағы name? Бұл жоғарыдағы өзіміздің өзгерушіміздің аты. Егер де бұл жерде мысалы үшін допустим my name болатын болса, біз бұяққа my name деп пайдалануымыз керек болады. Яғни бұны өткен сабақларда айттым. Өзгерушінің атын өзіңіз қалегенше қоюыңыз мүмкін. JavaScript-тің бізге беріп қойған жаңағыдай
кілт сөздерінен басқа қалеген сөздерді. Хоп, my name'ді давам етейік екен. Мысалы үшін my name. Енді property емесі қандайдыр методты пайдалану үшін сол стрингіміздің ізіне точка қойымыз керек болады. Вот, точка қойғаннан кейін бізге VS кодтың өзі мінекей метод һәм өзіміздің property-ларымыз шығарып беріп жатыпты. Точка қойғаннан кейін бізге точкадан алдынам, точкадан кейінам ешқандай пробел, ешқандай қосымша белгілердің керегі жоқ. Болмаса өзіміздің кодымыз істемей қалуы мүмкін. Анық істемей қалады ол. Хоп, соның үшін енді бірінші болып точка дейміз да language дейміз неке. Енді name language өзгерушісі my name'нің language'ның өзінің ішіне алатыпты. Language дегеніміз не? Language бұл Ықылас Аралбаев деген стрингіміздің ұзынлығы. Келін енді өзіміздің name language'ді консольға шығарып көрейік. console.log өзіміздің name language. Енді бұл тарапқа қарайтын болсақ, өзіміздің 15 нәтижеміз шығып жатыпты. 15 қаяқтан келді? Затол. Яғни жаңа айтқандай, language properties бұл өзіміздің стрингіміздің, my name деген стрингіміздің ұзынлығын тауып береді. Ұзынлығын нестіға қарап, өзіміздің белгілерімізге қарап тауып береді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Яғни бұл жерде бізді пробелдермен қосып есептейді һәм өзіміздің құласы әріплеріміздің, яғни элементлеріміздің, то есть белгілеріміздің десек болады, белгілеріміздің санын шығарып береді. Ядыңызда болсын, бұл нәрсе әмме уақытта пробелдерден қосып есептейді. Енді language түсінікті болды деп ойлаймын. Өзі английскийден сәл хабарыңыз болса, аталарынан ақ белгілі болады. Енді index of. Index of дегеніміз не? Келін мына нәрсені комментария қалып қоямын қайтта. Неге десең, алдас кетеміз мүмкін. Index of. Index of-ты пайдалану үшін уже бұл бізде метод бөлінеді. Яғни метод пенен property-дің парқына бару ондай қиын емес. Property-ларды ізінен қосылма қойылмайды, яғни бұны шақырылмайды, просто пайдаланылады. Ал метод, емесі функцияларды шақыруда бізде ізіне қосым, то есть қосырмалар керек болады. Хоп, енді index of-ты пайдалану үшін бізге қандайдыр келін өзгерушілер алайық. Let, мысалы үшін my character. Қандай белгі. Яғни index of бізге не істеп береді? Index of, мысалы үшін, мен айтамын, деген әріп бұйда қайда тұрды деймін. Һәм index of-тың ішіне айтамын. Саламан. Index of, то есть, оқыдық қой. My name, .index of. Ам оның ішіне, өзімнің мұның ішінде бар болған қандайдыр белгіні саламын. Мысалы үшін, допустим, A деген белгі. Енді консольға шығарамын өзімнің my характерімді. My характер деймін. Маған 4 санын шығап берді. Не үшін 4 шықты? Келін түсіндірейік. Бұл жерде бар бірінші топта. Яғни индекс деген нәрсе бар. Индекс деген нәрсе бар. Бұл өзіміздің не дейді? Әріплеріміздің тұрған орны, позициясы. Бірақ бұл программированиеде сәл басқашалау болып саналады. Яғни реал өмірге қарағанда. Мысалы үшін реал өмірде ден тәрбие сабағында, мысалы үшін оқушыларды санауды қайтып санайсыз. Бірінші, екінші деп саналады, ізбезге саналың деген уақытында. Бұл жерде ондай емес. Бұл жерде сәл басқашалау, яғни өзіміздің элементтерімізді нөлден басып саналады. Ымыз бұл нөлінші болып тұрды. Нөл болып. К 1 болып тұрды. H 2, L 3 һәм A деген әрбіміз 4-ші болып тұрды. Соның үшін index of бізге A әрбін 4-ші орында деп бізге айтып атыпты. Кешесілер. Яғни индексін тауып береді бұл. Индекс деген нәрсені бір мәрте түсініп алсаңыз, уже arraylерді ертең алды жүдем көп керек болады сіздерге. Яғни индекс деген нәрсе бұл как саны болғанда нешінші тұрған позициясы орны просто бір ғана парға нөлден бастап саналады болған. Программированиеде әрқандай позициялар, индекслер нөлден бастап саналады. Хоп, онда давам етеміз. Мысалы үшін A-ның орнына егерде мен I-ны қоятын болсам, маған 0 санын әкеп берді.
Не үшін? Себебі менде 0-ден бастап саналады, һәм де ы деген харбім менде өзімнің стрингімнің 0-ші позициясында, 0-ші индексінде тұрыпты. Болды, бұны саған етіп қоямын, то есть саған комментарий жазып қоямын. Маған керек емес, индекс of түсінікті болды. Енді last index of. Жаңа айтып берген болсаңыз, бізде A деген уақытында ең бірінші тұрған A-ның нешінші индексте тұрғанлығын әкеп берді. Ең бірінші тұрған. Ал егер де мен last index of дейтін болсам, let, мысалы үшін, my character, кем ондай апта, my last character. Last деген ол английскийде ең кейінгі дегеннен аңғартады мәністі. Хоп, my name .last index of деймін. Мысалы үшін A харбін берейік. Қайттан өзіміздің. Бұны сәл кішігім еткен ақшы. Енді қоймыз. Енді консолға console.log my last character деймін. Маған 12-ші шығып берді. Не үшін бұндай болды? Уже түсінгеніңіздей, уже ең бірінші A-ны емес, ортадағы A-ны емес, ең кейінгі A-ның позициясын шығарып берді маған. Бағана айтқандай 15 әріптен ібарат етіп берді. Һәм бізден санайтын болсақ 1, 2, 3, яғни берді, значит 12-ші болып өзімнің ең кейінгі болып харбім тұрды. Яғни бұл жағының дәл өзі тек қана ең кейінгі бізде берген харіптің ең кейінгісінің нешінші тұрғанын анықтап береді бұған. Басқа ешқандай фарқы жоқ. Енді slice. Хоп, slice жүдәйім көп қолданылатын метод. Яғни жүдәйім көп керек болады ертең сіздерге. Соның үшін жақсылап үйреніп аламыз. Slice бұл не? Slice бұл, мысалы үшін Ықылас Аралбаев деген сөздің ішінен, екі сөздің ішінен, мен қалеген бір белгіні, қалеген бір сөзді өзіме кесіп ала аламын. Как пиццаны кескендей, как тортты кескендей қылып, мына жерден мына жерге дейін деп айтамын, һәм ол маған кесіп әкеп береді. Келin бұл нәрсені көрейік. Let деймін, мысалы үшін my sliced name. Яғни бұл өзгерушілердің аттыларын мен аспаннан алып отырмын, хауадан. Өзім яттан шығарып отырмын. Бұны ешқандай мынандай алып қою керек екен, вау, аттыларын қалай қоямыз деп отырмын. Қарақалпақшалап жазсам, өзгерушілерді істей береді постоянно. Бірақ сол бастағы темада айтқанымдай өзгерушілердің қоятын өзінің несі бар. Ешқандай белгілерді, ешқандай пробелерді қойып кетпей, тура қылып жазсаңыз, қалеген өзгерушіні қойсаңыз бола береді. Мен өзімнің өзгерушілерін қойып кете беремін қазірше. Енді my sliced name дейміз, тең болады өзіміздің my name.slice дейміз. Енді өте көрсетілген start number и end number. Яғни start number һәм end number дегеніміз не? Бұл деген методымыз, мына методымыз өзінің ішіне, кавычканың ішіне, то есть қаусырманың ішіне екі мәністі қабылдайды. Бірінші мәнісі бұл нешінші әріптен басылайын, братан деп отырды. Нешінші әріптен басылайын. End number дегеніміз бұл нешінші әріпке барып тұр тауысайын һәм ортасындағы текст саған әкеп берейін деп отырды. Көрсіз бе? Мысалы үшін келім 0-шіден басыласында 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-шіге барып таусын. Slice дейміз. 0-ден басылап әтішке и 5-ке барып таусын. Енді console.log деймін. Console.log'ымыз тау болсын, һәм my sliced name шығарам. Ықла болып қалды. Не үшін? Себебі өткен сабағымыз бағана айтқанымдай, бізде индекс деген нәрсе 0-ден басталады, һәм 5-ші элементіміз бұл бізде де яғни 5-ке дейін апарады бұл нәрсе. Қайтып істейді бұл нәрсе мінекей? А0 болды, К1 болды мінекей, H дегеніміз 2 болды, L дегеніміз 3, яғни A дегеніміз 4, S дегеніміз 5. Уже мінекей. Біз айттық 0-ден бастады еткіні 5-ке дейін дедік. 5-пенен қосып деп тұқамыз жоқ. 5-ке дейін. Егерде 5-пенен қосып дейді деуіміз керек болатын болса, бізде 6 деуіміз керек болатын еді. Соның үшін бізде де 5-ке дейін дегеніміз үшін 4 мәнісі шықты. Яғни 4-пенен қосып мәнісілем шығады. Ал 5-шісі қосылмайды. Бұны орнына қайтарып қоямын. Индексирование түсінікі болды деп ойлаймын. 6 дейтін болсақ, уже бізге 5 дана харбімізді әкеліп береді.
Bu narsa tushunarli bo'ldi deyman. Agarda men aldi, ya'ni 0 dan keyingi ikkinchi ma'nosini bermaydigan bo'lsam, bu 0 dan boshlab o'zining 0 dan boshlaydi. Ham aldi betdagi hamma ma'nosini tegib beradi. Cheksiz bo'lib ketaveradi. Agarda men 1 dan boshlaydigan bo'lsam, a'ni tashlab ketadi, ya'ni eng birinchi harfni tashlab ketadi. Eng birinchi bo'lganda, misol uchun men bu yerga 1 emas, допустим, 4 deyim mumkin. Ya'ni o'zining chap tarafidagi hamma belgilarni tashlab ketgan holda, o'zining o'ng tarafidagi belgilarni bizga chiqarib beradi. Bular tushunarli bo'ldi deb o'ylayman endi. Endi replace bu let deymiz, misol uchun my replaced text deydi. Bu ne olib beradi? Atiga qaytib turibdi. Agar tushungan bo'lsangiz, so'zdagi qaysidir belgini qaysidir belgiga o'zgartib beradi. Keyin buni sinab ko'raylik. My name dik .replace. Ya'ni bular bizda ikki endi o'z ishini oladi. Ya'ni birinchisi search value, ikkinchisi replace value. Ya'ni search value degani bizlar misol uchun bu yerga ixlos deb yozamiz. Ham bu izlaydi. Mana neyning ishidan. Nazarda izlaydi ixlos degan tekstimizda. Ham agar bar bo'ladigan bo'lsa, bizning ikkinchi bergan value'imizga значениемizga o'zgartib qo'yadi. Keyin, допустим, ixlosni o'zgartirdik Johnga. Endi, например, console.log my replaced text. John aralmayib chiqdi. Ko'rganingizdek, bu yerda ixlos degan tekstni replace'imiz search qildi, ya'ni bu yoqdan nisni topib oldi ham Johnga almashtirib qo'ydi. Agarda aralbayib deganda izlaydigan bo'lsak, bizga ixlosni qoldiradi. Aralbayibni kesib tashlab, o'rniga John'da kelib qo'yadi. Bu ham ko'p qo'llaniladigan narsa. Buni даже har harf uchun ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi. A'ni S'ga o'zgartiradigan bo'lsak, eng birinchi turgan A'ni, nega A'ni bu turganda S'ga o'zgartirib qo'ydi bizda. Endi o'sini replace all degan varianti bor. Уже bu tek birinchisini emas, hammasini o'zgartirib chiqadi. Shuni ko'rganingiz, bu yoqda faqat birinchi turgan A'ni S'ga aylantirayotgan bo'lsa, all deydigan bo'lsak, replace all o'zini atayib turganday, уже hamma a'larni, ya'ni bu yerdagi har qanday значение bo'laversin, hammasini izlab topadi. Hammasini ikkinchi o'zimizning replaced value ga almashtirib qo'yadi. Endi plan tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Substr. Ya'ni substr deganimiz ne? Substring bu точно nega hisob istaydi bular. Slice hisob. Hop. Buni ham bir deb bo'lsa ham keyin tekshirib o'tdik. Let deymiz, misol uchun my substr. Hop. Tekstik. Teng. Endi bir deb ishlaydi, bular bizga kerakli yerimizni kesib beradi, biroq sal boshqachalov bo'lib ishlaydi narsa. Boshqachalov foydalanib boshqacha. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Misol uchun, допустим, my name substr deyman. Kстати, bu narsa no recommended. Ya'ni уже bundan foydalanmaslik ma'qul deb bizga как deprecated qilib chiqarib qo'ydi. So'ng uchun biz tikadan slice'dan foydalanganimiz ma'qul. No, sonda ham sizlarga o'rganish uchun narsani ko'rsatishim kerak. Endi substr degandan keyin bularni tafsilday started ham end value'larni qabullaydi. Started qanday 0 deymiz keyin. O'zimizning end ham misol uchun 1 dik. Ham console.log ga my substr text shab qo'yam. Ma'gan A'ni chiqarib berdi. A harfini. Ya'ni 0 dan boshlab dedi. Ham ma'gan bu yerda sal boshqachalar 0 dan boshlab 1 ga deymi emas, 0 dan boshlab bir elementda degan narsa bo'ladi bu. Agarda 0 dan boshlab 2 elementda deydigan bo'lsak, 0 dan boshladi, 0 o'zi 1 ham ikkinchisini chiqarib berdi. Agar 0 dan boshlab 3 elementda deydigan bo'lsam, nedan boshlab sanaydi, A deydi. A'ni 1 hisobida sanaydi, 1 2 3 deydi, chiqadi. H'ni qo'shib 3 elementni bizga chiqarib beradi.
тапсаңыз 5 дейтін болсақ, 5-ші элементке неме әкеп береді? Ал 6 дейтін болсақ, 6-ші элементті, яғни 5-ші элементті қосып әкеп береді. Как слайсқа ұқсайды? Слайстан сәл басқашылау енді. Екеуін керек жерінде қолданып кетсеңіз болады. Енді char ат, мысалы характер ат. Өзіміздің элементіміз, белгіміз қайда тұрғанлығын көрсетіп беретін нәрсе бұл. Яғни мысалы үшін let дейміз, допустим, my char ат дейді, тең, мысалы үшін my name dot дейміз, өзіміздің методымызды пайдаланамыз. Енді бұл жерде position айтып атыпты. Хоп. Яғни біздер енді мысалы үшін бұл жерге 4 дейтін болсақ, мысалы үшін console.log өзіміздің өзгерісін шақырамыз. Яғни 4 position бердік. Бізде бұл жерде енді сәл парқы жоғарыдағы индексовта. Бізде бұл жерде индексін тауымаймыз. Бізде бұл жерде индексіне қарап тұрып, не затын тауамыз? Өзіміздің белгімізді тауамыз. Мысалы үшін берген 0 дейтін болсақ, өзіміздің 0-ші тұрған элемент әкеп береді. Бағана айтқандай программированиеде әмме уақытта индекслер 0-ден басталады. Яғни бұл жерде 0 дегеніміз үшін өзіміздің 0-ші элементіміз әкеп береді. Егер де мен 1 дейтін болсам, уже 1 дейтін болсам, уже маған k-ны әкеп береді. Неге десем, бұл жерде 0 һәм 1-ші болып өзімнің k әрбім тұрды. Бұл бұлам сондай тек қана позицияны бересіз, нешінші тұрған элементті, нешінші тұрған белгіні әкелу керек екенін айтасыз, болды. Соны әкеп береді. Хоп, енді to uppercase и to lowercase. Енді бұларды көпшілік біледі, атияқ айтып тұрды. Яғни біреуі сөздерімізді үлкен әріпке, екіншісі сөздерімізді кішкентай әріплерге айландырып береді ол методларымызды. Кейін бұны пайдаланып көрейік. Let дейміз. Uppercase text тең. My name dot дейміз. Мысалы to uppercase. Енді console.log өзіміздің uppercase text дейтін болсақ, өзіміздің мінекей капиталайзда тұрған текстімізді uppercase-ге айландырып береді. Uppercase дегені бұл үлкен әріплермен жазылу деген. Ал егерде өзіміздің let дейміз, lowercase, яғни бағана айтқанымдай өзгерушілерді беруді сәл абайлау керек. Lowercase text дейміз, text my name dot to lowercase. Енді console.log өзіміздің lowercase тексті шығаратын болсақ, неке қосарылбай. Яғни бұл жақтағы бар жоғы екі үлкен әріппен жазылған әріпіміз бар еді, олар кішкентай әріпке айналып қалды. Яғни мен бұл жерге егерде әмесін үлкен әріппен жазған тақдырында маған кішкентай әріппен әкеп бере береді. Ешқандай парқы жоқ. Енді бұны бағана көрсеттім, екі марта жазып көріпті. Сиян жоқ. Яғни бұл ең көп қолданылатын тек қана string методлары. Егер де сіздер білетін болсаңыз, менің ядыма түспей қалған методларды комментарийға жазып кетің. Басқаларға керек болып қалуы мүмкін. Қобында сабақларды көруді давам етің. Сіздер менен Ықылас Аралбаев. Кейінгі сабақларда көріскенше сау саламат болың. Сабақларды қалдырмай көрің.